сабағын тамашалаймыз. Содан кейін бір сабақ біткеннен кейін құрметті ұстаздар біз оқушыларды рахметімізді айтып шығарып жіберейік. Сосын өздеріңіз осы кісіден алған сабақтан алғандарыңызды бөлісіп, ортаға салып, ұсыныс болса ұсыныстарыңызды білдірерсіздер. Жақсы, оқушылар, Тамара Ғабитқызы, сіздерге сәттілік тілек. Рахмет. Рахмет. Оқушылар, барлығымыз дыбысымызды ашайық, микрофонды ашайық, барлығымыз. Микрофонды ашайық, тыңдаймыз, сөйлейміз, сабақты Орташа отырамыз. Сондықтан ашайық. Видео экранды ашыңыздар, барлығымызды Шыңғыс Айтматов деп тұрған келесі тақырып. Даниил, микрофонды дұрыс па, содан кейінгі тақырып сол ма? Біз өткеннен кейінгі тақырып. Так. Жайлап соның ішіндегі тапсырмаларды орындай беріңдерші. Так, құрметті мұғалімдер, қатысушылар, микрофонды сөндіре тұрайық. Мен оқушыларға айтып жатырмын. Сіздер қазір бәрі болғаннан кейін өз микрофондарыңызды ашуға айтамыз. Енді нетпек. Ал, бастаймыз. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, әріптестер, оқушылар. Сіздермен бірге мен Таңшолпан радиосы, оның жүргізушісі және тағы да мен Тамара Ғабитовна. Әуе толқынында Таңшолпан бағдарламасы. Бүгінгі күннің ақпараттарына тоқталар болсам, ақпанның ақбас боранына қарамай, Ақтөбе қаласының номері 23 мектеп лицейінің 10-шы сыныбында қазақтың тұңғыш журналист қыздары тақырыбына ашық сабақ өткелі жатыр. Мақсаттары қандай? Мақсаттары ғылыми көпшілік және публицистикалық мәтіндерге сүйеніп, монолог және диалог құру, сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолданып, тыңдаушыға әсер ету. Мәтін тақырыбына байланысты қосымша материалдарды энциклопедиялардан тауып, ортақ қорытындылар жасау. Ендеше, бүгінгі сабаққа қатысып отырған барлықтарыңызға сәттілік, көтеріңкі көңіл күй және арайлап атқан әрбір таң сіздерге тек қуаныш пен бақыт сыйласын деймін. Сіздермен бірге әуе толқынында тағы да мен Таңшолпан радиосы. Рахмет. Енді оқыстан шығамын, әрмен қарай сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы журналистикаға, жалпы бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты болғандықтан, мен де өзімнің бүгінгі сабағымды Таңшолпан бағдарламасы арқылы бастауды жөн көрдім. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы гендерлік бейне бөлімі бірталай тақырыптарды қамтыды. Соның ішінде бүгінгі сабағымыз 2 сағатқа берілген болатын. Бірінші сабағымызда тыңдалым, оқылым дағдыларын қамтыдық. Бүгін енді айтылым, жазылым дағдыларын қамтитын боламыз. Әдіс тәсілдерімізге келетін болсақ, енді орыс мектебіндегі қазақ тіліне көбіне диалогтық әдісті қолданамыз. Түрткі сұрақтар көбіне қолданылады. Және ең бастысы, қазіргі мына еліміздегі жалпы мына әлемде болып жатқан жағдайға байланысты ең басты қазіргі тәсіліміздің бірі міне осы қашықтықтан оқыту болып отыр. Міне, мен айтып отырмын ғой, бұрында үлкен районнан біздерге қалаға келетін еді, облыстан сабақ қараймыз деп, қазір міне технологияның дамыған кезінде осындай компьютерлік заманда мінеки үлкен айшылық алыс жерлерден біз шаршамай, ақпанның тағы да айтам, ақбас боранына қарамастан, міне біз осылай қашықтықтан бір-бірімізді көріп, сұхбаттасып, дидарласуға үлкен мүмкіндігіміз болып отыр. Енді бұқаралық ақпарат құралдары, қысқаша бақ деп айтамыз, орысша СМИ дейміз. Деп айтқанымызда біздің ойымызға әдетте радио, телевизия, газет, журналдар ойымызға келеді, балалар. Ендеше қазақ радиосы, қазақ газеті, алғаш телевизия, қашан, қай жылдары пайда болды? Сол төңіректе әрбірде әңгіме өрбітеміз, және сіздер бұл туралы бүгін маған ақпарат жинап келуге тиіс боласыздар. Микрофондарымызды ашайық.
Алуа. Қазақ радиосы туралы кім қандай ақпарат айта алады? Кәнекей, оқушылар. Қазақ радиосының негізі 29 қыркүйекте 1921 жылы қаланған. Биыл Қазақ радиосына 100 жыл толады. Өте жақсы. Кім бұл? Айзере, да? Иә. Биыл Қазақ радиосына 100 жыл толады дейді. Міне біз керекті бір ақпаратты өзімізге алдық. Рахмет, Айзере. Биыл Қазақ радиосына 100 жыл толады екен, балалар. Тағы қосатын бар ма? Мен Аида. 100 жылдық тарихы бар радионың алтын қорында сол кездегі апа-ағаларымыздың дауыстары сақталған. Дұрыс айтасың. 100 жылдық тарихы бар Қазақ радиосында, Қазақ радиосының не дейді? Алтын қорында сол кездегі апаларымыздың дауыстары сақталған дейді. Ендеше балалар, мен сіздерге тағы да кішкене бір уақыттарымызды алып, радионың сол кездегі одан күні бүгінге дейін сақталып келген Қазақ радиосының дыбысын тыңдатайын. Қалай басталды? Біздер қандай әуе толқынында тербеліп өстік, яғни. Оқушылар, керемет емес пе? Қазақ радиосының дауысын естідіңіздер ме? Иә. Сөйлеп отырайық, бәріміз сөйлеп, қатысып отырайық сабаққа. Ашып отырыңыздар микрофондарыңызды. Қазақ радиосының осы бір дауысы, балалар, менің өзімнің жүрегімде мәңгіге сақталып қалды. Осы бір дауысты естігенде, енді ештеңе әрі қарай айтудың керегі жоқ. Осы қазақтың барлық тарихы, соның ішінде журналистика тарихы адамның көзінің алдынан өтіп жатады деп ойлаймын. Әрмен қарай жалғастырайық. Енді мен мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Қазақ радиосының негізі туралы айттық, қай жылы қалай ашылды, ал қазақ телевизиясы алғаш рет қалай пайда болды, қай жылы пайда болды? 1958 жылы 8 наурыз күні қазақ теледидары шықты. Қазақ теледидары Жарыққа шықты. Жарыққа шықты. Жақындап дауыстар кетті. Тағы қосамыз ба? Телевизия. Халық қазақ теледидарының алғашқы дикторлары Зұлқия Жұматова мен Нелли Умарованың дидарын көрді. Мен олардың суретін көрсеткім келіп тұр. Жақындата қойшы экранға. Енді ескі сурет қой, иә? Ескі сурет. Бұл жерде кімдердің суреттері? Қайталап жіберші, Камила. Алғашқы дикторлардың Зұлқия Жұматова мен Нелли Умарованың суреттері. Жақсы, өте жақсы, тамаша. Нелли Умарова менен Зұлқия Жұматова қазақ телевизиясындағы ең алғашқы диктор қыздар, иә? Жақсы, суретін көрдік, тамаша. Енді ақпараттарыңызға өте рахмет айтам, жақсы. Енді қазақ газеті туралы. Қазақ газеті қай жылы, қашан жарық көрді, балалар? 1913 жылы 2 ақпанда Орынборда қазақ газетінің бірінші саны жарық көрді. Нешінші жылы? 1913. Орынборда, неге Орынборда жарық көрді? Осы жерде кішкене бір ойлайықшы. Неге Орынборда?
қазақ газеті алғаш рет? Себебі Орынбор Қазақстанның астанасы болды. Дұрыс айтасың. Орынбор біздің қазақтардың ең бірінші алғашқы астанасы болды. Өте жақсы айтасың. Ендеше осы қазақ газетін ұйымдастырып шығарған кімдер болды? Қазақ газетінің шығарушысы, ұйымдастырушысы Ахмет Байтұрсынов болды, және оның көмекшісі Міржақып Дулатұлы болды. Кім, Айзере ма? Иә. Айзере, сен даусың. Өте жақсы, Айзере. Қазақ газетін алғаш ұйымдастырып шығарған Ахмет Байтұрсынов болды. Алаштың асыл ұлы, оның көмекшісі, орысша айтқанда айтамыз ғой, орынбасары, заместитель дейміз, Міржақып Дулатов болды. Осы екеуі бірігіп, алғаш рет Орынборда қазақ газетін басып шығарды. Өте жақсы. Ендеше тағы да мынадай сұрақ қояйын. Қазақ қыздарының ішінен ең алғаш шыққан журналист қыз кім? Біздің неде кітабымызда болды ғой өткен тақырыпта. Ойларыңызға түсірші, көп айттық сол қыз жайлы. Назипа. Қалай? Дима? Назипа Құлжанова. Дұрыс айтасың. Назипа Құлжанова туралы айттық, суреті бар ма? Жақындатшы. Еще ближе, Дима. Вот, мінеки. Бұрынғы черно-белый ескі сурет Назипа Құлжанова. Енді балдар, мен мана айттым ғой. Дәптерлеріңізге дайындап қойдыңыздар кластер толтырып жіберейік. Осы Назипа Құлжанова жайлы тағы да. Мынау бір дыбыстар шығып кетіп жатыр. Назипа Құлжанова кім? Тұңғыш журналист дедік, тағы да. Назипа Құлжанова 1887 жылы Торғай қаласында дүниеге келген. Өте жақсы. Назипа Құлжанова 1887 жылы Торғай қаласында дүниеге келген. Тағы кластер толтырамыз, жазып отырамыз. Тағы. Балдар? Назипа Құлжанова тұңғыш журналист. Кім бұл? Кім екен? Ақжол. Қаттырақ айтшы, Ақжол. Назипа Құлжанова тұңғыш журналист. Тұңғыш журналист. Енді айтып жатырмыз тағы да кластер толтырамыз. Ғалым, педагог, ғалым. Дима, дұрыс айтасың, педагог, тағы? Әдебиетші болған. Дұрыс айтасың, әдебиетші болған. Өте тамаша. Кластерді толтырып отырмыз ба? Жазып отырыңдар, кружочка. Тұңғыш журналист, педагог, ғалым, әдебиетші. Ендеше қандай бір сұрағыма жауап беріңіздерші. Жоғарыда айтып кеттік қой, жаңа Орынборда бастау алған алғаш қазақ газетінде, қазақ газетінде қазақтың жұмыс жасаған Орынборда, иә? Олар кімдер? Ғани Амалдулатова, Гүлайым Лұғымбаева. Менде олардың суреттері бар, қазір көрсетемін. Сен экранды не там? Иә. Мінекей қараңдаршы, қазақтың 3 қызы, енді көнестер дейтінмен да жақсы. Айзата қайталап жіберші аттарын. Ғани Жамал Дулатова, Аққағаз Дожанова, Гүлайым Бағым. Өте жақсы, рахмет саған, Айзере. Өте тамаша. Қазақтың осы тұңғыш журналист қыз туралы ақпаратты кезде жаңа айттық қой, қазақ газетінде Ахмет Байтұрсыновтың ашқан редакциясында жұмыс жасаған. Толықтырып айта аласыздар ма, әлде? Аққағаз Дожанова негізінен қазақтан шыққан. Дәрігер қыз. Осы қазақ газеті жарық көрген мақалалары медицина саласында еді. Диана, Досжанова ма? Диана? Ол дәрігер болған және қазақ жарық көрген мақалалардың медицина саласымен байланысты болған. Енді түсіндім. Ол қазақтың қызы
редакцияда жұмыс жасаған ең алғашқы қазақтан шыққан деген естерімізге сақтап алайық, өте жақсы ақпарат. Ол неге редакцияда істеген деген жұмыс туындаған кезде ол мақалалары медицина саласымен байланысты болған, яғни ол халықты ақпараттандырып отырған, солай ма? Мысалы, қандай да бір жұқпалы аурулар шығып жатса, сол кезде одан қалай қорғану керек, не істеу керек, сол жөнінде газетке қалайған. Өте жақсы. Рахмет. Гүлайым Балғынбаева. Гүлайым Балғынбаева Германияда оқыған. Ол публицистикалық мақалалар, өлеңдер жазған. Оның қазақ қыздарына деген өлеңінен кейін сол кездің қыз келіншектері білім алуға бастады. Өте жақсы, Мариям, рахмет саған. Гүлайым Балғынбаева, оқушылар сол кезде Германияда білім алған екен. Содан қайтып келіп көрдіңіздер ме, Орынбордағы қазақ газеті редакциясында жұмыс жасаған. Ол қазақ қыздарына деген өлең жазған мақала, газетке. Содан кейін қазақ қыздары не істеген? Оқуға ұмтылыс жасаған, бостандықтың қадірін білген, оқу білімнің қадірін білген. Яғни ол газетте үлкен шаруа атқарған деуімізге болады, Тағы кімді айттық? Ғайни Жамал? Кім дедік жаңа? Дулатова. Ал Ғайни Жамал Дулатова болса, Міржақып Дулатовтың асыл жары деді. Алуа? Тағы да бір рет анықтап айтшы. Ал Ғайни Жамал Дулатова болса, Міржақып Дулатовтың асыл жары деді. Міне балалар, өте маңызды ақпарат. Жаңа айттық қой, Ахмет Байтұрсынов қазақ газетінің редакторы болды дедік. Оның орынбасары Міржақып Дулатов болды дедік, Енді осы 3 қыз редакцияға келіп жұмысқа тұрады екен. Соның ішінде Ғайни Жамал Дулатова, Міржақып Дулатовтың жары болады. Фамилиясы да айтып тұр ғой, Міржақып Дулатов, Ғайни Жамал Дулатов. Енді ол кезде жастар бір редакцияда жұмыс жасағасын танысып, білісіп, бір-бірін ұнатып қосылған екен. Яғни Ғайни Жамал Дулатова, Міржақып Дулатовтың асыл жары. Өте жақсы ақпарат. Рахмет. Алуа. Не айтамыз? Ақпарат. Ақпараттарыңызға рахмет. Рахмет. Тұратырыңыздар. Рахмет. Сіздерге де рахмет, тұратырыңыздар. Енді ойымызды қорытайық. Әрине, уақытымыз тығыз, бәрі шектеулі дей тұрғанмен, мына бұқаралық ақпарат құралдары туралы, сол салада еңбек еткен әйелдердің еңбегі туралы не айтуымызға болады? Қорытайықшы, жаңа айттық, қаншама әйел адамдар, қыздар жұмыс істеген. Германияда оқып қайтып келіп, отанына редакцияда жұмыс істеген, жазған, ақпараттандырған, сауаттандырған халықты. Не айтайық? Қазақ қыздарының рухы мықты. Ақжол қайтадан айтшы, естімей жатырмын. Қазақ қыздарының рухы мықты. Қазақ қыздарының рухы мықты дейді. Қандай керемет сөз. Тағы да не айтайық? Журналистикаға тән ең қасиет, олардың бойында бар. Аида Медведева, умница. Қазақ журналистикасына тән қасиеттердің бәрі олардың бойынан табылған дейді. Ол да дұрыс. Тағы бар ма? Олар қазақ тарихының алтын қорында алтын әріптермен жазылып қалды. Ай көркем, рахмет саған. Мен сіздердің осы жауаптарыңды, қорытындыларыңды естіп шамалы толқып кеттім. Мүмкін үлкейейін деген шығармын. Қазақ қыздарының рухы мықты. Ақжол, кім айтқан жа? Ақжол ма? Дима? Ақжол, саған үлкен рахмет. Қазақ қыздарының рухы мықты, журналистикаға тән қасиеттердің бәрі бойынан табылған деді Аида. Айкөркем айтты. Олар қазақ тарихының алтын қорында алтын әріптермен жазылып қалды деді. В золотом фонде ихни имена написаны золотыми буквами. Қандай баға бұл? Рахмет сендерге. Енді әрине мен толқып кеттім, айтатын әңгіме өте көп дей тұрғанмен де мен сіздерге бірінші үй тапсырмасын беріп алайын. Ертең тағы да
жаңағы әуе толқынына шығамыз ғой, Шалқар радиосы болып шығамыз, бір күні Таңшолпан болып шығамыз. Бұның ешқандай әбестігі жоқ. Бұл өмір ғой. Енді осындай қашықтыққа байланысты міне төселіп қалдық. Вен диаграммасын құрамыз. Дәптерлерімізге жазып отырамыз, иә, дәптерлеріңіз қолдарыңыздың астында. Вен диаграммасын құрамыз. Бақ, двоеточие, кеше, бүгін. Бақ, СМИ, вчера, сегодня. Осыны салыстырмалы түрде вен диаграммасын құрамыз. Түсінікті ма, оқушылар? Иә. Жазып алдық па? Иә. Мен оқушыларым тыңдасын деп және деп қазір осы ақпан айы кеше өттік қой, иә? Бір жаңағы сыныптан тыс жұмыс өттік. Сонда мен айттым, мына Ағиық ақынымыз Мұқағали Мақатаевтың тірі болғанда 90 жасқа толар еді. Қазір бүкіл республика көлемінде осы бүкіл ақпан айы бойы Мұқағали Мақатаевты жырлаймыз. Сондықтан Мұқағали Мақатаевтың бір 3 бақытым өлеңімен аяқтағым келеді. Сонан кейін айтамын. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын. Қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Саз жүректі тіліммен тілімдедім. Кей кезде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар. Үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба? Ойланбай-ақ келдағы отал менен. 3 бірдей бақытым бар алақанда. Мені мұндай бақытты жаратар ма? 3 күн нұрын төгеді аспанымнан. Атырау, Алтай арқа, Алатауға. Қымбатты оқушылар, мен бұны не үшін оқыдым? Мұқағалиды тағы да бір Мұқағалидың рухына басым дейдім. Екіншіден, менің ең бірінші бақытым халқым. Міне сіздердің аман отырғандарыңыз бүгінгі күні бас қосып отырсыз. Халқымның амандығы ең бірінші бақытымыз екен. Екінші бақытым тілім менің. Міне осы тілдің құдіреті арқылы біз барлық ішкі жан дүниемізді, бүгінгі тақырыбымызды айтып отырмыз. Осы 3 бақытымыз алақанда тұрса, біз ең бақытты халық болып есептелеміз. Сондықтан балаларға, оқушыларға рахмет айтамын. Спасибо за урок детям. Огромное спасибо детям за урок. И я попрошу детей, да, Құралай Ильясовна, можно детям только покинуть урок, а қалғандарымыз әрі қарай жалғастырамыз. Солай ма? Рахмет, сау болыңыз. Рахмет. Сау болыңыздар. Сіздерге де рахмет, оқушылар. Рахмет, Құралай Ильясовна. Жақсы, құрметті ұстаздар, бүгін жаңа Тамара Ғабитқызының бір сабағынан кішкентай ғана, біз кішкене ғана фрагмент көрдік. Әрине, сабақты толық болған сыйғызу оңай емес. Сондықтан да тақырыбы 10-шы класс, орыс мектебі, байқап отырсыздар. Қазақтың тұңғыш журналист қыздары. Тамара Ғабитқызы өзіңіз сабағыңыз туралы, жалпы сабағыңыздың құрылымы туралы бөлісіп кетсеңіз, сосын мұғалімдер өз пікірлерін білдірер. Жақсы. Құрметті әріптестер, енді жаңадан қосылып жатқандарыңыз бар шығар, сәлеметсіздер ме? Уақыттың әрине шектеулі, санаулы, сондықтан бір 10-15 минуттың төңірегінде бір урок сабақтың фрагментін көрсету керек болды. Сонымен дей тұрғанмен тақырыбымызды жаңағы пысықтап бүгін жабайық деген екінші сабақ еді. Сондықтан мақсаттарымызды алдымызға қойдық. Диалогтық құру, монолог, сөз әдебімен сөйлеу этикетінің формаларын орынды қолданып, тыңдаушыға әсер ету деген мақсат болды. Мана басында айтып кеттім. Және мәтін тақырыбына байланысты қосымша материалдарды энциклопедиялардан тауып, ортақ қорытындылау жасау деген сабақтың 2 мақсатын алған болатынбыз. Енді әдіс тәсілдеріне келетін болсақ, манада басында бір айтып кеттім. Зерттеу әдісі, ақпараттандыру әдісі, диалогтық әдіс, ой түрткі, ой таразы дедік. Сосын енді қазіргі манада айтып кеттім, тәсіліміздің ең үлкен бір түрі, мына АКТ дейміз. Жаңа технология бойынша осы байланыс
Міне қазір мына зуммен сабақ өткізіп отырмыз ғой. Мінекей бұрында жаңағы әдебиеттен оқитын едік, айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды деп. Міне сол күнге де сол кездегі бір қиял ғажайып адамдардың арманы орындалған сияқты үлкен алыстағы жерлерден мұғалімдер әріптестеріміз бір-бірімізді көріп, міне бүгін сұхбаттасып отырмыз. Әдіс тәсілдер осылай болды. Енді диалог, ой түрткі, мына орыс класындағы қазақ тілі пәні көбіне осы әдістермен жүреді. Енді онсыз мүмкін емес, оны жасыруға болмайды. Біз балаға сұрақ қою арқылы, бағыттау арқылы, жаңағы ой қозғау арқылы кішкене сүйреп осылай айтып отырамыз дей тұрғанмен де орыс классы дегенмен де балдардың тілдері қазір жатық. Сосын мына осылай жаңағы компьютерлік технология әдісі жағынан олар енді менен жақсы білмесе кем білмейді, сондықтан маған өзіме қиыншылық тудырып жүрген жоқ. Әбден төселдік, осы зуммен өттік. Енді қазақтың тұңғыш журналист қыздары туралы өздері ақпараттарын толықтырған, тым жақсы. Енді олар қазір бала ғой. Келесі сабақтарда бұл жаңа айттым, бөлім бойынша әрі қарай сабақ жалғасады. Сондықтан басын енді өзімізше жаңағы бір қызықты болсын, не болсын деп мұғалімнің да сабақты өткізу, сөйлеу дикциясы, дауысы, басқа да бір нелерді. Тамара Ғабитовна, енді уақыт шектеулі ғой. Бізге бірінші сабағымызда, бұл екінші сабақ қой болып жатқан, иә, журналистикаға арналған. Бірінші сабағымызда қолданған тәсілдерді айтып жіберсеңіз. Осы жаңағы балалардың сөйлеп тұруына, қазақ журналистерінің жатқа біліп тұруына қандай тәсіл арқылы алып келдіңіз, соны түсіндіріп жіберсеңіз. Айтайын. Бірінші сабағымызда біздерде оқылым, тыңдалым өтіп кетті. Жаңа айттым ғой. Біз мәтінді оқыдық, тыңдадық, сосын жаңағы аудио мәтіндеріміз бар, дайын қазір. Соны тыңдадық, сондықтан балалар енді ақпарат оларда бар. Мен дей тұрғанмен, бірақ қазақтың жаңағы тұңғыш 3 журналист қызы туралы өздеріне бергенмін. Соны тауып ақпаратты бізге бүгін жеткізіп берді. Зерттеу тәсілдері, жаңа да айттым, диалогтық тәсіл, монолог, осы әдістерді көп қолданамыз. Так. Енді Құралай Ілиясовна, байқадыңыз ба, орыс ортасы болғанмен қазақ тіліне деген тілдері жақсы. Жақсы, оқушыларыңыз жақсы сөйлеп тұр, тілдері жетіп, өзге ұлт оқушылары болса да, арасында ұлты өзге оқушылар да бар екен. Еркін төселіп сөйлеп тұрғаны көрініп тұр. Осындай сабаққа үйренгендері, камерадан, өзге кіріп отырған қонақтардан қысылмай, еркін сөйлеп отырған оқушыларды біз көрдік. Ал сөйлейтін мұғалімдер бар ма? Құралай Ілиясовна, мен жаңа уақыттың енді 15 минуттық деңгейде болсын дегесін шамалы тездетіп, нақты нәрселерді ғана алдық. Негізі 3 тілде өткізгім келіп еді осы бір. Енді оған үлкен уақыт керек қой. Маған ол 40 минут болса, мысалы жаңағы менің өзімнің оқушыларым 5-ші класстан бері алып келатқан оқушыларым 3 тілде бірдей осыны өткізіп бере алады. Жауап орысша, қазақша, ағылшынша, 3 тілділікпен. Енді ондай мүмкіндік қазір жоқ қой, енді шамалы қысқартып нетіп өткіздік. Енді Құралай Ілиясовна болса, мүмкін сұрақ бар шығар. Мүмкін осындай тақырыпты сіздер қалай өткізіп жатырсыздар оқушылармен? Бөлісерсіздер. Көптеген әріптестерімді көріп қуанып отырмын. Баян, Теміржановна, Алтынгүл, Ләззат, өте жақсы. Мынау енді бір керемет болды. Құралай Ілиясовна, мен біріншіден сізге рахмет айтқым келеді. Осы бір көтеріліп қаламыз. Бір көргім келеді халықты. Тіптен бірінші кездерде бір жаман көңілім біртүрлі болып жүріп едім. Балдардан алшақтап, әріптестерімнен алшақтап, жоқ, шын әңгімені шын айтам. Сол жағдай. Көңілім деген қазір сөйлей бергім келеді, осы жерде сөйлей бергім келеді. Халықтың басындағы жағдай ол енді уақыт қалмайды. Сабаққа оралайық. Құрметті ұстаздар, орыс класында сабақ беретін мұғалімдер бар ма? Саламатсыздар ма, әріптестер? Саламатсыздар ма, әріптестер? Саламатсыздар ма? Бүгінгі күні облыстық ғылыми тәжірибелік орталығының ұйымдастыруымен, әдіскеріміз Құралай Ілиясовна ұйымдастыруымен, жалпы біздің облысымызда әдістемелік республикалық үздік педагог атағына орталарымызда отырған Тамара бүгін өз оқушылармен бірге сабақтарын ұсынып тұр. Облысымызда алғашқы
жақсы ұйымдастырған. Арамызда тәжірибелі ұстаздарымыз бар, өзіміздің ілесіп келе жатқан жас мамандарымыз да бар. Қажет деген өздеріне түртіп алып, әрі қарай өзіне үйренуге мол септігі тиеді. Өздеріңізбен орыс класының қатысуымен мен сабақ бермесем де өз пікірімді айта өтейін. Орыс класы қазақ тілінде балаларды өзіміздің мемлекеттік тілде сөйлету, ол да бір үлкен, бір жақсы қуаныш деп ойлаймын. Егер балалар осылай өзге ұлт өкілдері де өзіміздің тілімізді, салт-дәстүрімізді құрметтеп, өзіміздің қазақтың тұңғыш журналистері туралы жан-жақты мәліметтер алып талдайтын болса, болашақта жақсы үлкен үміт күтуге болады. Сабағыңызға рахмет, көп-көп алдағы уақытта табыстар мен жетістіктер тілеймін. Рахмет, Гүлсім апай, көп-көп рахмет пікіріңізге. Тағы сөйлейтін мұғалімдер мүмкін сұрақ бар шығар. Мүмкін осы тақырыпты өткізе алмай жүрген, қиналып жүрген мұғалімдер бар шығар. Әлде басқаша тәсілмен жеткізген, енді сабақ төңірегіне қарай біз көшейік. Саламатсыздар ма әріптестер? Әйтеке би ауданы Қарашата орта мектебі қазақ тіл пәні мұғалімі Биханова Ақжарқын Орынбекқызы. Бүгін Ақтөбе ғылым орталығында Құралай Ілиясовна барлық жан-жақта мұғалімдерді қосып, осындай бір ортамызға керемет мұғалім сабағын көрсетіп отыр. Қалғандарымыз микрофонды өшірейік, кедергі жасамаймыз. Өзге ұлт өкілдерінің балаларын қазақ тілінде сөйлетіп, жақсы сабақ беріп, ортаға үлкен бір бой тастайтындай мәнді сабағын ұсынып отыр. Тамара апайымызға рахмет айтамыз. Және мен болашақта осындай өзге ұлт өкілдерінің балаларының тілі басқа болса да тірегі бір, жүзі басқа болса да жүрегі бір балалардың қазақ тілінде сөйлеп, қазақ тілінің мәртебесін көтеріп отқанына мықты қуанып отырмын. Жаңа бір сөзінде бір бала айтты ғой, қазақ қыздарының рухы мықты деп. Ол барлық жерде дәлелденген. Тамара апай, сізге рахмет. Осындай пән мұғалімдер, қазақ тіл пән мұғалімінің тіл жанашырларының сабақтарын көрсетіп, басымызды жиі қоссақ, мынандай уақытта, қысылтаяң уақытта бір-біріміздің рухымызды көтеріп, әрі қарай осындай бір қысылтаяң уақытта жақсы жұмыс жасауымызға бұл үлкен бір себеп болатынына сенімдемін. Рахмет сіздерге. Рахмет сізге де. Саламатсыздар ма, рұқсат бекен, Құралай Ілиясовна. Кешірім өтінемін, жаңа мен кешігіп қосылып қалдым, белгілі бір себептерге байланысты. Біріншіден, осындай үлкен жастарға үлгі, әріптестерге іс тәжірибе алмасу жұмысын, шарасын өткізген, осындай мәнді де мағыналы жұмыс өткізген облыстық ғылыми тәжірибелік орталығы тарапынан алғыс білдіремін. Өйткені бұл жұмыстың жастарға міне пікірлерінде де жазып жатыр, көп мотивация алдық деп жатыр. Құралай Ілиясовна рахмет. Тамара Габитовнаның сабағын өте патриоттық рухта өтті. Оқушылардың қазақ тілінде жатық сөйлеуіне барлығымызда куә болып отырмыз. Тамаша сабақ өте тартымды өтті. Сабақтан оқушылардың да, біздің де аларымыз көп болды. Рахмет көп-көп. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Балаларымыз, біздер тек қана қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімдері емеспіз, біздер балаларға үлкен тәрбие беретін ұстаздарымыз, сондықтан балаларымыз еліміздің ұлтжанды азаматы болып өсуіне үлкен үлес қосуымыз қажет. Осы істе бәріңізге сәттілік тілеймін. Көп рахмет Баян Теміржанына. Көп рахмет. Жастар, жас мұғалімдер, сұрақтарыңыз жоқ па? Арамызда жас мамандарды көріп отырмын. Сөйлеп төсілейік, қыздар, жігіттер. Наурызғалиді көрдім мен жаңа, Айсин. Наурызғали барсың ба? Жақсы. Ал Тамара Ғабитқызы онда бір ауыз өзіңіз қорытындылап,
Құрметті ұстаздар, мен сөз беріп тұрған кезде айтып кетейін. Бізде осы ғылыми тәжірибелік орталықта әр бейсенбі сайын әртүрлі пәннен осы Zoom арқылы оқушылармен тіке байланысқа шыққан осындай сабақ үлгілері өтіп отырады. Ол тек қана қазақ тілден емес, осыдан осы бір 2 жұма бұрын бізде Гүлсім Қаратайқызы өткізген болатын қазақ тілден. Одан кейін орыс тілі болды, математика пәні болды. Енді бүгін орыс мектебіндегі қазақ тіліне бүгінгі күн туып тұр. Сондықтан да басқа пәннің мұғалімін қарап, өзіңіздің оқушыларыңызбен осы Zoom қалай өткізіп жатырмын деп салыстырып қарауларыңызға болады. Сілтемесі ол міндетті түрде барлық аудандарға, қалаларға жіберіліп отыр. Деркесінде кіріп, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріп, әдіс тәсілдермен бөлісіп отыруларыңызға болады. Сосын өзіңізде осындай сабақ көрсеткілеріңіз келсе, жақсы бір үлгілі сабағыңызды көрсетем деп ой тастайтын болсаңыз, бізде оған қуана-қуана жаңағы бір кішігірім семинар ретінде бір үлгілі сабақтың фрагментін ғана көрсетулеріңізге біздер көмегімізді береміз. Жақсы, Тамара Ғабитқызы, өзіңіз қорытындылап онда. Құралай Ильясовна, енді қысқаша ғана айтайын, осы жиын дейміз ғой қазақша, осы семинар сізге үлкен рахмет. Енді осы бастама өте игі бастама деп ойлаймын, және ссылка болса басқа да пәндерге де кіріп қарасақ та жақсы болатын еді. Өте жақсы. Мына енді үздік мұғалімдер отыр арамызда, әлемге шыққан мұғалімдер отыр. Гүлсім, үлкен рахмет. Осы Гүлсім, Баян, осы мұғалімдерден де үлкен жаңағы алғыс есту мен үшін үлкен мәртебе. Жастарымыз үлгі алады деп ойлаймын. Сіздерге үлкен рахмет. Сосын екіншіден енді тағы да сабақтарда кездесіп жатсақ, басқа да мұғалімдердің мына микрофон жағын тағы да бір ескертіп айтқым келеді. Сол кезде адамның ойы кішкене бөлініп кетеді, балалар да жаңа бізде шамалы абыржып қалдық, тағы бір жерден дауыс шығып кеткен кезде. Сондықтан енді осыны бір жақсылап есімізге алып алайық деп ойлаймын. Үлкен рахмет, алыс, жақын жерлерден Zoom-ға қосылып, сабағымызды тамашалап, ой бөліскендеріңіз үшін. Мына Құралай Ильясовна, ең бірінші сіздерге рахмет айтам. Осы бастама өте жақсы, игі бастама. Тамара Ғабитовна, оқасы жоқ. Бізде жаңа көре алмай қалған, үлгермеген, кешіп келген мұғалімдер болса, жаңағы сабағымыз бізде YouTube ғылыми тәжірибелік орталықтың YouTube арнасы бар. Да сақталады сабақ. Соны қараңдар. Одан алдыңғы сабақтарда сонда болу керек. Жақсы, уақыт бізде. Жаңа YouTube-қа қалай кіріп қарауымызға болады? Облыстық ғылыми тәжірибелік орталығы деп. Инстаграмнан қарайсыз, Инстаграм. Түсіндім. YouTube арнамыз бар. Инстаграмда да тұр бұл деген. Ендеше сіздерге көп-көп рахмет. Тамара Ғабитқызы, сізге рахмет. Облыс мұғалімдердің алдында 100 мұғалімге дейін кірді, бізде қатысты. Осылай сабақ беріп, оқушыларыңызға көп-көп рахмет. Сіздерге барлықтарыңызға да шығармашылық табыс тілеймін. Еліміз аман болып, бетпе-бет жүздесуге жазсын, Алла тағала тезіректетіп. Барлығымызда ешқандай ауру сырқауға жоламай, қуанышта, беймарал тірлікте кездесейік. Көп рахмет. Рахмет, қыздар. Рахмет. Сау болыңыздар, рахмет.